мемлекет болғанына 30 жыл болған Қазақстан бүгінде әлем картасынан ойып тұрып орын алды. Бабаларымызға арман болған тәуелсіздік қолымызға тигелі Қазақстанның көптеген елдермен терезесі теңесті. Бүгінде Қазақстанды білмейтін ел жоқ. Осындай қолдаудың арқасында тәуелсіз, азат һәм еркін әрі ойлы жастардың алғашқы толқыны 1991 жылы дүниеге келді. Сондай өрендердің бірі Кербұлақ аудандық жер қатынастары бөлімінің басшысы Есебаев Мадияр Болатұлы. Қош келдіңіз. Осы күні өмірге келгеніңізді мақтан тұтасыз ба? Бұның сіздің мінезіңізге және жалпы өмірде қалыптасуыңызға қандай әсер етеді? Менің ойымша, тәуелсіз мемлекет атанып, жаңа өмірге қадам басқан Қазақстанмен бірге туылып, бірге өскен сынақ деп ойлаймын. Әрі жас, әрі әлеуметтік Қазақстанымыз өз биіктен аласырмай, тарихтың алтын парағы жазылар сәттер көп болу, қосар үлесіміз көп болу керек деп есептеймін. Егемен елдің ұрпағы болғанымызға зор мақтанышпен айтамыз. Ал бүгінгі жастардың өмірге деген көзқарасы, елі мен жеріне деген патриоттық сезімі, ынта ықыласы жайлы не айтар едіңіз? Әр жас туған жерге туын тіктеп, өз ауылынан, өзінің кіндік қанған жерінен өсіп, өнуіне үлесін қосса деп есептеймін. Тәуелсіздік жағдайында Қазақстанымыз болмаған биікке көтерілді. Қандай жағдайды бастан кешкенімізді барлығы да біледі. Ал бүгінде Қазақстан құрметті елдердің қатарында. Қазақ қай жерде болмасын өзінің қазақ екенін біледі. Осындай дәрежеге жеткеніміз ол біздің елдің бірлігінің арқасында және болашаққа деген үміттің орындалғанын білдіреді. Біз шынымен де бақытты ұрпақпыз. Ал осы тәуелсіздікті тұғырлы ету үшін, ғұмырлы ету үшін не істеуіміз керек деп ойлайсыз? Болашаққа нық қадам басып, тәуелсіздігін тұғыры биіктей беруіне үлесіміз қосуымыз керек деп есептеймін. Әр жас ерінбей еңбек етіп, елім, жерім деп қызмет етсе, ол біздің мақтанышымыз деп ойлаймын. Рахмет. Мен Булибаева Айгерім Жексенбекқызы 1991 жылы Алматы облысында дүниеге келдім. Тәуелсіздіктің құрдасы болғаныма өзімді мақтан тұтамын. Спортты жастайымнан жақсы көремін. Спорттың көгалдағы хоккей түрімен бала кезімнен айналыстым. Осы спорт түрінен Азия чемпионымын. Қазіргі таңда спорт шеберімін. Қазіргі таңда Ескелді ауданының Қарабұлақ кентінде балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде әдіскер қызметін атқарамын. Тәуелсіздіктің 30 жылы құтты болсын.